Hello, сәлеметсіз бе? Бүгін біз элементary деңгейінің 3-ші сабағын бастаймыз. Яғни бүгін сіздермен noun, зат есімді өтетін болады екенбіз. Зат есім сөздікте n деп келеді, иә, қысқартылып. Сонымен ағылшын тілінде зат есімдер екіге бөлінеді. Countable, uncountable, саналатын және саналмайтын зат есімдер болып. Саналатын зат есімдерді біз яғни көпше түрде жасай аламыз, олардың санын, көптігін айта аламыз. Және оларға біз s жалғауын жалғаймыз. Яғни ағылшын тілінде барлық сөздерге s жалғанбайды, белгілі бір ережелері бар, соны түсіндіретін боламын. Ағылшын тіліне де басқа тілден енген сөздер бар екен. Соларды жасау кезінде біраз бізде қиындықтар болып жатады, ал енді түсіндіріп өтейін. Ең бірінші, ағылшын тілінде мына әріптерге аяқталған сөздерге біз s-тің өзін ғана жалғамаймыз, s жалғаймыз. Яғни, мысалы, басиз дыбысталғанда бұл is болып дыбысталады. Басиз. Автобус, автобустар деп көпше түрінде жасағанда басиз болады. Мысалы, watch, watches, сағаттар дейтін болсақ, watches болады. Watches. Ал енді o сөзін қараймыз. Potato, картоптар деп айтатын болсақ, яғни картошкалар деп айтатын болсақ, potatoes болады. Ал енді осы жерде бізде Италия елінен енген сөздер бар екен, Италия тілінен енген сөздер бар екен, оларға тек s жалғаймыз. Мысалы, фотолар дейтін болсақ, photos болады. Видео, дәл солай. Videos. Яғни видеолар. Мына сөздер басқа тілден енген, сондықтан біз s жалғауының өзін ғана жалғаймыз. Олардың барлығын қайдан білеміз десеңіздер, мен сіздерге тізімін жіберемін, бірақ олар көп емес, есте сақтауға болады. Ал енді кеттік. Келесі ереже. Y әрпіне байланысты. Y әрпінің алдында дауысты дыбыстар кездессе, яғни олар A, E, I, O сияқты әріптер келетін болса, онда біз жай ғана S жалғаймыз. Мысалы, boy, boys, ұлдар, ұлдар дейтін болсақ, boys болады. Toy, toys, яғни Y әрпінің алдында дауысты дыбыстар келсе, S-тің өзін ғана жалғаймыз. Кеттік. Y-дың алдында дауыссыз дыбыстар келетін болса, S-міз ES болып жалғанады. Мысалы, strawberry, құлпынайлар деп айтатын болсақ, strawberries. Құлпынайлар. Яғни Y әрпінің алдында дауыссыз дыбыстар келсе, онда ES-қа өзгереді. Кеттік қарай. Үшіншіден, F-ға аяқталған сөздер вес, көптік жалғау вес болады. Яғни S көптік жалғау весқа өзгереді. Мысалы, cows, wolf, қасқырлар деп айтатын болсақ, wolves болып өзгереді. Бірақ бағанағы айтқан ережеге сәйкес кейбір сөздер жай ғана s жалғауын қалайды. Мысалы, жалғанады. Cliffs, дәл солай. Басқа тілден енген сөздерге жай ғана s жалғаймыз. Ал енді кеттік. Яғни біз төртіншіден біз сын есімдерді көпше түрде жасай алмаймыз. Бақыттылар деп айтпаймыз. Ағылшын тілінде көпше түрді тек қана зат есімдерге жалғаймыз. Happy, бақытты, happy деп қана болады. Happy boy десек, бақытты бала болса, бақытты балалар дейтін болсақ, happy boys болады. Ал енді соңғысы, ережеге бағынбайтын сөздер бар. Олар түбірімен қосып өзгереді. Ережеге бағынбайтын сөздер, оларды біз исключение дейміз. Яғни олар бізде менға өзгереді. Ер адамдар дейтін болсақ, мен болады.
ондай сөздер көп, тізімін жіберетін боламын. Мысалы, oxen, бұқа, бұқалар дейтін болсақ, oxen. Мысалы, мектептегі child сөзі, балалар дейтін болсақ, children болады. Яғни олар түбір сөзімен бірдей өзгеріп кетеді. Немесе мүлдем s жалғауын жалғамайтын, өзі өзгермейтін сөздер бар. Олар sheep, қойлар. Яғни жекеше және көпше түрі дәл осылай болады. Полицейский, түбірі мән болды, көпше түрде policeman болады. Яғни түбір тек мына сөз өзгереді, көпше түрде policeman болады. Түсінікті болды деген ойдамын. Тағы да бір мысал. Mouse, тышқандар дейтін болсақ, өзгереді, мүлдем басқа болып, mice. Яғни бұндай сөздер бар, тізімде көрсетіледі. Одан кейін тағы да бір сөз, мысалы, tooth, тіс дейтін болсақ, тістер деп айтатын болсақ, teeth болып өзгертіледі. Ағылшын тілінде кейбір сөздер ережеге бағынбайды, түбірімен қосып өзгертіліп кетеді. Яғни басқа сөзде болуы мүмкін. Ал енді басқа сабақта кездескенше түсінікті болды деген ойдамын. Бұл сөздердің тізімін сіздерге жіберетін боламын.